Енді сондықтан бұл жерде бұл ішкі мәселе. Анау концлагерде 500 миллион қазақ түрмеде жатыр деп бүкіл әлем шулап жатқанда, шекарадан аттап алған азаматтар бәтінге сүртіп қайыр тілесе де жанын бағады. Екіншісі, біз мемлекетті билікті сындауға мен басы бүтін қарсымын. Бізге кем дегенде кел деді. Тибет, ұйғыр сияқты қаңғып жүрген жоқпыз. Еліне келді. Айту осы жерде өмір сүріп жатыр. Сондықтан екіншіден, жаңағы оралман куәлік мәселесін біз көтердік. 3000 қазақтың мәселесін жиып парламентке заңды түрде жұмыс істедік. Ал отырып алып мемлекетті боқтай бергенше, азаматтық қоғамның тәртібі бойынша адамдар біз сияқты жұмыс істесін, біз 3000 қазақты жидық. Ал біздің есебімізде 50.000 қазақ болуы мүмкін. Оралман куәліктің кесірінен азаматтық ала алмай тұрған. Ал енді біз тура сонымен қатар Еуропарламентпен сөйлестік. Қазір Еуропарламенттен 10 депутат менімен сөйлесіп отыр. Егер сендерде осы жаңа 50.000 қазақ немесе 3000 қазақ өздерің айтқан, егер шынында олар Қытайға кері қайтарылатын жағдай болса дейді, бізге бірден хабарлас, біз оларды Еуропадан саяси баспана береміз, оларды Қытайға қайтармаймыз дейді. Демек бұл не, бұл азаматтық белсенділік. Ал енді мемлекетіміздің жаңағы жұмыстарына біз көмектесуге тиіспіз. Ал енді жаңа концлагер туралы айтайық. Концлагерде 500 миллион қазақ отыр, 50.000 қырғыз отыр. Енді осының себебін әркім әртүрлі айтады. Бірақ себеп 4-ақ түрлі. Біріншісі пан-қазақизм. Қытай билігі пан-қазақизм деген идеяны ортаға қойғанына 91 жылдан бастап Қазақстан тәуелсіз болғалы пан-қазақизмге қарсы тұрайық деп Қытайдың ішкі жағында ішкі құжат бар. Менің қолымда дәлел фактісі бар. Екіншісі, ол ашық ақпаратында да біртіндеп айтылады. Бұл Қазақстан мемлекетінің ертең Қытайдағы қазақтар жасап жатқан Алтай, Іле, Тарбағатай, үш аймақ, тіпті Үрімжінің Боғда көліне дейінгі сол жерді қазақтар алып алады дейтін Қытайдың ішкі үрейі бар. Қазақстан мемлекеті Қазақстанды Қытайласып бара жатқан қазақтарды құтқарып қалды. Екінші фактісін айта салайыншы. Төрт себепті айту керек. Екінші фактісі жер куәлігі. Жер емес, жер куәлігі. Қытайлар жерді жекеменшікке бергенде әрбір қазақтар өзіндегі жайлау, қыстау, көктеу, күзеуін 35-40 жылға мемлекет жекешелендіріп алды. Енді осы жерді Қытайлар тартып ала алмайды жекеменшік. Үшіншісі кәдімгі адам ағзасы саудасы. Адам ағзасы саудасы. Қытайлар 5 миллион Фалун Гонг буддист мүриттерін сойып, сатып, әр адамнан $1 миллион жасағандығын бүкіл әлем біледі. Оны көтерген мен емес, оны көтерген Этан Гусман және Американың Конгресі, Канаданың құқық қорғаушы 2 Дэвидтен кісі бар. Бұны әлем біледі. Ал төртінші фактор Black Factory, яғни қара зауыттағы заңсыз айлық алмайтын қара құл жұмысшы. Қазақтарды және ондағы тұтқындағы қазақтар саяси үйренуден әбден езгілеп, зауытқа $100 немесе айлық алмайтын қара жұмысшы жасап, ең арзан тауар өндіріп, әлемді жаулау. Судьяға жиналға 1-3-4 минут уақытымыз алды, сондықтан да көке сізден бастайық әңгімені. Мен мына түргіп осы Атажұрт ұйымының 2 жылдан бері қарай осы Қытайдағы мәселелерді айтқан бір жақсы жері мемлекетте сыртқы істер министрлігінде содан хабар алды. Біраз адамдардың келуіне әрине сыртқы істер министрлігі алдында айтты ғой, 2 мыңдай адамның келуіне осындай себепкер болды деп. Енді қазір Атажұрттың үшідегі ұйымы құрылып, үшіді мен осыған өкілеттік болғаннан бері қарай, сен ел ішінде осындай мәселелерді көтердің деп маған біреулер қоқаң-лоққы жасап жатыр да, телефонда. Біз сен ұрпағыңа дейді, үйіңе шекім мөртек бітеміз, айтеміз, бүйтеміз деген сияқты. Біздің ішкі істерді араласу керек. Сосын барып көші-қонның бәрі араласып, осындай азаматтардың құжаттық мәселесін реттеп жүретін бір институт құру керек біз. Мына бір ұйымның қана мәселесін біз қалың 10 ұйым қосылып, осының бәрін айтты, сөйтті, Қытайда бүйті деп айта бергенше, осы мәселені шешетін мемлекеттік деңгейде біздің неге осы туралы бір айтпаймыз бүкіл адам. Осы туралы талқылайықшы қазір. Болса, мен біраусы сарапшы ретінде, мен мына жергілікті қазақ ретінде айтарым. Бұл қазір мен қарап отырмын, барлығы осы бас көтеріп жатқан жігіттердің барлығы Қытайдан келген қазақтар. Бұл тек қана Қытайдан келген қазақ емес, бүкіл алталаштың жаны ауырып, жүрек тістері сыздайтын дүние. Сол себепті біз бәріміз бір болуымыз керек. Ал Атажұрт қана қимылдап жатыр. Неге басқа телевидение, басқа жаңағы жазушылар неге жазбайды? Неге журналистер осы қолға алмайды? Тек қана Қытайдан келген қыз, қазір мынандай тенденция. Қытайдан келген қазақтар ғой дейді. Қол сілтеп қарайтын болды. Жоқ, қолға алып отырмыз ғой енді, мен де осы жергілікті қазақпын. Жоқ, біздің қоғам, өкімет міне Құдайға тауба, өкімет қолдап отыр. Өкімет міне жаңа Сайрагүлдің жаңағы шыққанын бәрін ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Қоғам бәрі көтерілді. Сол себепті менің айтам, бұл жерде тек қана проблеманы айта бермеу керек. Бұл жерде қалай шешеміз сол проблеманы? Соған жұмыс жасауымыз керек. Тек қана Қытайдан келген қазақ емес, алталаштың баласы көтеріліп, бір ауыз сөзден біз Қытайдан келген қазақты қолдамаймыз. Біз қазақ деген ұлтты қолдауымыз керек. Ұлттың мүддесін